Kıymetli klassdaşlar, yigitler, kızlar. Buna oturuşumuz, buna kendisiniz kutlu olsun. Tek uzağının suyunda şu Kuda kalası. Kuda kalası yani buna 700 polat olsa 60 çocukunda ama nesellerimiz, dört gözümüz tüvel olsun diye bir jaslık kartala vereyim. Yedi ana klasta sömürdüz, görüldük, sır değil o. Bizim kendimizde olsa Aktaroş'a keyderek çıktı da buna Bazaray, ana kasında Farida var. Bunlar üyünden ana tandırlanmayan maya barat, kurta barat. Görgünde biz sonra Serpme yakımız ormanlıkta yiyip koyduk. Sonra Serpme yakımız o çıkardıkta Serpme bunları açıp verdi ona. Biz orman yedik, biz deyince halime ormandan ben yedim dedi. Sonra kıskası ana kimden ana Bazaray'ın açtığı öte kıyıladı o. Ana o gözde Aktaroş güzel oldu ama Davut'tan bir çıkıyordu o. Sonra geldi adamlar betimi bıçak tutup oturdu. Ağrı var bir şey yok artık karnım turar. Dediğimiz tek kana yolumuz ayrılmasın. Kuda kalasacağı şahslarını da boşaltı koydu. Onları koşulamaz. Aman malak. Otursun şahsız. Onu bir Allah Teala adamı hüdümle yaratan değil mi? Kuda kalasa işin cübünden harcamasın. Buna aramızdan yekmi getiren Kuda kalasa buna klassdaşlarımız şahi cennette olsun. Kalganlarını ömür versin. Tek toy olsun. Var olsun. Kıymetli konaklar men klassdaşlar men oturuş bastalarında söz bergen söylep kettim. Жұптар мен дегесин шығып тұрмын. Не болса да енді әйтеуір осы ауызбіршілік болып, жұптарымыз ажырамай жүре берейік. Кездесуде 10 жылда кетсе ұзақтау сияқты, бірақ 5 жылда кездесіп тұруға да болады. Бұдан былай дегенім ғой. Осындай отырыстар жалғаса берсін. Жақсылықта тойда кездесе берейік. Ne diyeyim dostlar? Жақсы сөз жарым істейін ау. Жақсылардың сөзіне қосыламын. Ne дейміз? Отырысымыз бұдан да жиі бола берсін әйтеуір. Көзге көз түссен бейін түсетілер, мынау көзге көз түсіп бәрін отырмыз, көңілге көріп отырмыз. Қысқаша енді өмірбаян көтеріп бір жәке, өмірбаян 400 класста жұмысы бол барды. Жұмысы бол барды, әйтеуір 8 класс бітірдік тағыда. Біз кетіп қалып тегін жұмысқа. Анау қалдар, Назарбол, Адайбектер, Сапыралдар келеді ғой. Сонда оларға ұқсап оқуымызға сөйтіп кеттік, бардық. Барғаннан кейін бұл жерден де нормально оқыдық әлгі. 5 болмаса да 4 оқыдық. Сонан кейін барғаннан кейін грек, неміс, орыс, бәрі орысты сөйлейді. Нансырауды білмейді, даладан барған. Ауылға барайын десе ұят. Әкеміз бір ой беріп бір кезден. Сонан кейін шыдап бақтық байды ұялып. Баста өзіміз түсемізді түстік айтып сөйтіп. Орысша білмеймін сабаққа шығарады. Bir екі қой, бір жарым жылда бүттіңді. Bir насырау білмеген екен, бәрі орысша болған дейді. Бірақ мектепте фундамент болады екен. Bir жарым жылдан кейін бәрін 4-ке тапсырып кеттім ғой. Жаттағын басқа алдым айтып сөйтіп. Грек, немістің бәрі шолып кетті ғой. Бұл басқалар енді бір 4 болса да қайда тапсырып, бір ағай Алматыдан келіп тағын сөйтіп. 4-ке тапсырып азда, мен келіп башына 4 болды да бірінші кеттім. Бәрі шолып кетті ғой. Сол сияқты фундамент болады ғой мектептегі төбе. Одан кейін әйтеуір ойда қуанып жүреміз дедік. Жүре алмадық, қуандықтан Өзбекстанға барып, агроном болдық. Сөйтіп, одан кейін ауылға келіп, агроном болып сөйтіп. Ана Василевскіге барып, бригадир қылдым, ана оқытушылар ағайындар барып, шалдың баласы қойдық, бригадир қылды, агроном деді. Сөйтіп, 5-6 өзбек беріп қойды, ол әкеммен жасты бәрі, сөйтіп істетіп. Сесіп жаңағы жер жаңағы өтіп айлық бермейді. Жер жаңағы келіп, жаңа анау бір өзбектен мысал үшін 30 жылға кетсе, жаңағы неге, бір гектарға егуге.
Содан 5 кило қалып, 5-6 аудан жәрдем қалып, өзім бір 2 гектар егін берген. Сөйтіп, бір жеттен ексем, 3,5 гектар егін жібердім. Сөйтіп, 3,5 гектар егемай, егін жіберіп, оны жинаймай, мамашқа барып, жылайды ғой маған. Сөйтіп, 1,5 гектар қалып кетті сөйтіп. Сөйтіп, сол жылы бір 11-12 миллион теңге ұстадым ғой, сом. Сомынан күргінді болып кетті ма, анау армандап кете бересің ғой. Сондай біздің өмір тарихымыз. Жақсы, аман болыңыздар. Тойда кездесіп тұрасыз сіздің десіп. Ал құрметті 50 жылдықтың түлектері, дағасы бүгінгі мерекелеріңіз, қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Алла денсаулық берсін барлықтарыңызға, ұзақ ғұмыр берсін. Ол қыздарыңыздың қызығын бірге көріңіздер. Әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін бәріңізге. 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдыққа Құда қаласа жете беріңіздер. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Мен осы жақсы әңгіменің бәріне қосыламын. Құрметті мына 8 жылдық түлектері, мына 50 жылдықтарың құтты болсын. Дендерің сау болсын. Бала шағаларың аман болып, немере шөбере соны құттықтап жүре беріңдер. Құда қаласа 60 жыл, 70 жылдықтарын кездесіп, бұдан да ұйымдастырғанда бәрін шешуі керек енді. Тек ойнап жүре беріңдер барлық. Ал мына бүгінгі бас қосу, 50 жылдық бас қосу кездесу құтты болсын. Міне алыстан жақыннан, Ақтаудан, Астанадан келіп, жаңа ниеттеріңіз бір, көңілдеріңіз шат болып, қосылып, бір-біріңізді құрметтеп, қане қалай болды екен деп 50 жыл болса да қойшы соны демей келіп бас қосып отырғанның өзі бір үлкен бір не дейді бақыт бұл. Не дейді мына заман жақсы ғой, ұл өсіріп, қыз өсіріп, бәрін үйлі жайлы қылып, енді бір жерде жаңағы ниет түзу болса келіп осындай бас қосып отырғанға не жетсін. Не дейміз, дендеріңіз сау болсын, отбасы аман болсын, ұл қыздарды өсіріп, немере шөбере көріп, жаңа айтып жатыр ғой бағана. Немере баға отырмыз деп аталар да жұмыста болған әзір. Әжелер былай тұрсын. Әжелер әзір, не дейді, службаға өтеміз әзір. Ақтау, Жетісай, Шымкент жүре береміз. Сол денсаулықтың арқасы ғой. Міне, сол денсаулықтың арқасында жүре берейік. Келесі жылы толық 50 жылдық аталсын, 5 жылдан кейін аталсын. Ол да бір бас қосу үлкен бір жаңағы қуаныш қой, сөздің ашығы. Дейміз. Келгендеріңізге рахмет. Мынау екі жігітке рахмет, қызмет қылып жатқан. Сапар кімге? Фатимаға рахмет. Міне келіні, ұлы қызмет қылып, осындай бір нені көрсетіп жатқан. Мен тек шашбауларын көтеріп жүрмеймін бір өткеннен бері қастарында. Иә, той боласын. Иә, араласып тұрайық деп отыр. Араласып тойларға барып, Сапаркүл келіп отыр екен алыстан міне. Kaliteli tamasa. Bazıklıkta konak, şerik aramızda koşuyor. Enşe kolanları yaklaşmayacak. Hamazay, karınlar.